табысым 5 миллион теңге. Енді бұндай табысқа, бұндай жетістікке қалай жетті десеңіздер, мұқият тыңдаңыздар. Жалпы қыздарға, әйелдерге айтарым, күйеуіңізден үнемі ақша сұрай беріңіз. Барынша көп сұраған сайын сіздің күйеуіңіз бай болады. Байыта түсесіз. Ол жігіттер ренжіп қалуы мүмкін. Енді мына қатынға қандай ақша тауып беремін деп өзі миы ашып жүрген еркектің жаңа идеясы ойлана бастайды. Миы қозғалады. Сосын көп ақша таба бастайды. Мінекей, бар құпия осыда. Жігіттер ренжіп қалуы мүмкін. Бірақ сіз шығын деп ойламаңыз. Ол аманатыңызға деген үлкен жасаған жақсылық деп есептеңіз. Ал жақсылықты әрқашанда ұмыту керек. Ұмытқан кезде ғана бәріне... Алло? Газ керек па? Менде жоқ болып тұр ғой. 5 мың ба? Бар. Менде бар. Бар ба? Жіберем біз. Жіберші біраз, 10 мың жібересінші? Болды. Абдышығы ол. Мінекей, сол кезде ғана сіз табысқа, байлыққа жетеді екенсіз. Жаңа ақшаны ұмытпай жібере саласың ғой, а? Жаңа ақшаны ұмытпай жібере саласың ғой. Не ақша? Жаңа алдың ғой әйеліме деп. Мен жаңа не айттым? Жақсылықты ұмыту керек. Ұмытқан кезде ғана жақсылыққа жетесіздер. Жаңа не айттым деп жатырмын, міне уже ұмытып қалдым.